Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым, армысыздар алталаш. Ассалаумағалейкум, қара орман халқым. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Ал ең жағымды жаңалық, аса жағымды жаңалық Американың Би-2 жаңа көрінбейтін жасырын атом оқпасы орнатылған бомбалаушы ұшағы Польшаға келіп тоқтады. Би-2 бұл дүние жүзіне әйгілі. Бұл ұшақ көрінбейді, радарға түспейді. Оны Ресейдің ешқандай радар, дүние жүзінде тіпті Израильдің радарлары да байқай алмайды. Бұл Би-2 жаңа ол қалаған жеріне ұшып барады, қалаған жеріне қонады. Ол қаласа Қызыл алаңға қонады, қаласа Кремльдің ауласына қонады, қаласа Путиннің Сочидегі құпия дачаларының төбесіне барып қонам десе қонады, бомба тастаймын десе бомба тастайды, немесе алыс аралықтан зымыран атам десе атады. Бұл Би-2 қазірге дейін әлемде бұны жаңағы жер бетінде Қытай, Ресей, Израиль осындай радарлық технологиясы бардың ешқайсысы ұстай алмайды. Бұл Би-2 бейне өзі металдан жасалады автомат түрде, бірақ ешқандай металдық тексеру, электрондық тексеру, радиотолқынды тексеру, жаңа температуралық тексеру ештеңеге көрінбейді. Ешқандай жаңағы шпиондық бақылау, спутниктер байқай алмайтын ұшақ бұл Би-2, және бұда бұның зымыранның басына атом орнатылған. Атом қаруы, жай зымыран емес, жай барып жарылатын кәдімгі глицинді жарылыс, кәдімгі химиялық жарылыс болатын жарылыс емес, атомдық жарылыс болатын оқ қаруы. Бұл енді Польшаға қонды. Енді Польшаға келіп бұл қонды деген сөз, бұл ең жылдам, ең жақын жерден енді Кремльдің өзін күлін көк ұшыруға дайын тұр. Яғни бұлда НАТОның, тіпті Американың Путинге бір жеріңізге қарап ойланыңыз деген ескертуі. Ал Польшаға Би-2 келіп қонғаннан бастап, орыстың есерсоқтарының үні өшті. Кәдімгі тілін тістеп алғандай болды. Қысқасы, бұғанға дейін барқылдап, мида ашытып, есерсоқтанып, жер шарын жүзірет жарып тастайтын болып, өздері құдай сезініп жаңағы, сөйтіп құтырып жатқан орыстың бүкіл блогер, слогер, саясаткер, майсаткері үндері өшіп, тілдерін тістеді де қалды. Қысқасы, орысқа жетекеңді көрсетемін деген сигналдың үлкені осы болды. Енді Америка билігі мынау Байденге сұрақ қойғанда, орыс атом аталмайды деді. Ашық түрде айтты, орыс атом аталмайды деді. Бұл Байденнің тіке жауабы. Енді Американың саясаткерлері біз Ресеймен бетпе-бет келуге дайынбыз деген сөздерді де біртіндеп айта бастады. Ал Еуроодақ Ресейді ресми түрде соғыс қылмысын өткізді. Оны жаңағы соғыс қылмыскері деп Ресей билігін жазалау керек деді. Бұл қазіргі осы Ресей туралы жағымды ақпараттарымыздың легі. Бүгінгі лекциямыз енді қысқа нұсқа қайранба деп отырмын. Егер жақсылап, қолдап, қуаттап, шабыт берсеңіздер ұзақ сілтеуі мүмкін.